Ана қыздар, мен қазір сіздерге бір выточканы көрсетемін. Жоғарыдан түзу салынатын выточка. Оны біз осы жерден, міне көріп тұрсаңыз, мен әзір қызыл сызықпен сызамын. Мына выточкамыздың ортасынан алдым, міне қызыл немен белгілеп жатырмын. Міне көрсеңіз осылай. Енді осы выточканы қалай, міне көрдіңіз, төбеде бар выточка, астында бар түзу, тек мынау жоқ. Бұны қазір мен сіздерге түсіндіріп көрсетейін. Ол үшін біз осы выточканы жауып тастаймыз. Ол үшін мынаны былай кесемін мен. Міне кесеміз. Енді мынаны да кесем. Қазір бұяқ ашылу керек. Міне әзір сіздерге осыны көрсетемін. Бұны ашылу үшін мынаны жабамыз мінерге шейін. Міне сызықты жауып тастадым. Міне жапқан кезде осылай әдемі ашылып тұр. Мен азынама бекте салайын деп. Мінекей, осы төбеден төмен қарай уже тіге бересіз. Мынаны сіздер кесіп алып тастайсыздар. Осылай кесіп. Кескеннен кейін бұл жерге біз запас аламыз. Тігуіне қосылмаған ғой бұл жерде. Пішкенін көрдіңіздер, енді бұны кесеміз. Міне, мынаны да кесіп аламын әзір. Мінекей. Енді осыны біз бұлай қойып, бөлек-бөлек бұны пішіп аламыз. Мына жерден бізге запас тастау керек біз. Мінекей, осылай сызып алғаннан кейін сіздер мерден запас тастайсыздар. Қазір мен ол запасты тастауын көрсетейін матадан. Қағаздан көрсетемін. Бұлай қарай салайын, мынадан симай атыр. Міне, егер біздің осындай матамыз болса, мына жаққа еш нәрсеге қосылмайды, тек бізге қосылатын жері осы мына тігіске 1 сантиметр қосылады. Міне осыны осылай сызып аласыздар. Мен енді лекалманан матаға түсіріп атқан кезім бұл, мінекей. И бияғында солай сызып аламыз. Міне сызып алдық. Енді бізге мына жерден 1 сантиметр запас қалдырасыздар. Осы жерден біз қырқуымыз керек. Міне. Өйткені бұл жер тігілгеннен кейін өзіңіздің тура керекті киіміңіз қалады. Міне басқа жақтардың еш жеріне қоспайсыз. Қазір осыны қырқамыз. Тере-тереден қырқамыз біз. Боковойдан запас алмаймыз, өйткені бізде запасымыз бұрын мынау лекалға қосылған.
Мінекей енді осыны осылай тіге саламыз. Міне запасын алдық, үстіп тігеміз. А так мінекей осы. Мен мына жерім сәл қисықтау болыпты. Қазір көрсетейін, мына жер қисық болған. Қалай сызғанымды білмеймін, сол қисық сызылған. Лекалымды қойып көргенде міне слишком артық, а то кейін біздікі жаман болып қалады. Міне кесіп тастадым. Енді көреміз. Міне көргенде осындай запасыманым әдеме болып тұрады. Мына жер тігіледі. Түсінікті болды деймін, я сіздерге. Мұқият қарасаңыз, бұл төбеден төмен қарай түсетін көйлек. Қазір оны фасонын көрсетемін сіздерге. Мінекей төбеден төмен қарай түсетін выточкамыз мына осылай түседі. Сіздер де үстіп, мұқият қарап түсіріп алыңыз. Ұнаса, лайк басыңыз. Менің YouTube каналыма подписаться етіп қойыңыздар. Күнделікті мен жаңа видеолар салып отырамын, қысқа нұсқа. Өте жеңіл, бұл жерде өте көп сіздер үйренетін, пішетін нәрселеріңіз. Келесі түсірімді жіберіп алмау үшін обязательно YouTube каналды ашып көріңіздер. Бұның бәрі сіздер үшін үйреніп алсаңыздар керемет, өте жақсы. Достарыңызға, туған туыс бауырларыңызға да тарқата жүріңіздер. Қалай пішілгенін көріп алсын. YouTube каналыма тіркеліп алсын обязательно.